Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгін бізде мына Мерс автокөлігі. Енді былай қарасаңыз, енді электрикада жай зат. Яғни бізде міне бір жақ фары жанбай қалған. Енді осындай жағдайда біз неден бастаймыз? Ең алдымен біз лампочкасын шешеміз. Ең бірінші лампочкасын шешіп көреміз. Лампочкасын шешеміз, лампочкасын ауыстырамыз. Мына бізде мынандай фишка бар. Мынандай фишка. И бізде бұл жақта H7 деген форматтағы лампочка салынған. Ең алдымен лампочкасын ауыстырып көру керек, немесе көзбен де көруге болады. Мына қараңыздар. Лампочка ортасында үзілген. Яғни мына қисық болып тұрды деген сөз күйет. Бұл кейде жанып та кетуі мүмкін. Бұндай лампочканы ауыстырамыз. Ал жарайды, кей кезде лампочка ауыстырамыз, бірақ бізде сонда да жанбауы мүмкін. Ол жағдайда не істейміз? Ең алдымен контролька құралы аламыз. Бір жағын массаға, яғни кузовқа береміз. Қараңыздар, міне мотордың мынандай минусына береміз. И бағанағы мен шығарған фишканы тексереміз. Егер неміс автокөлігі болса, бізде мына қоңыр свет, бізде минус болып жүреді. Яғни теріс ток. Ал біз енді плюсын тексереміз. Қараңыздар, контролька жанып тұр. Плюсіміз кеп тұр. Енді екеуін бір-біріне тигізіп та көрсек болады. Немесе контролька құралын екі жағына береміз. Бізде егер контролька құралы жанса, бізде тоқ бәрі аман деген сөз. Және бұл жерде де тоқ болмай қалуы мүмкін. Ол кезде қай жерлерін тексереміз біз машинаның. Бізде мына жақта келетін фишка бар. Қараңыздар. Егер Мерс автокөлігі болса, мына фишкада бізде көптеген проблемалар болады. Осы фишканың контактісін осы жақтан да тексеруге болады. Және де менің алдыңғы видеоларымда тоже бар. Яғни мына предохранительный блоктың ішінде күйіп кетуі мүмкін предохранительіміз. Қараймыз, бізде немісше жазылған мына жақта. Ағылшыншасын аударамыз. Қараңыздар, фара қалай белгіленеді. Фара бізде ламп деп белгіленеді. Қараңыздар. Хеат, яғни бастапқы лампасы. Ксенон. И жайы да бар, неяқта мына. Хеат ламп. Және де бізде мынау қай жерде тұрғанның орналасқанын көрсетілген. Предохранитель. Осы арқылы тауып аламыз. Қай жерде орналасқан, қанша ампер бәрі жазылады осы жерде. Яғни осыны бір-бірден алып, егер оқу білсеңіз, осы арқылы біліп алсаңыз болады, немесе барлығын тексеруге болады. Оны қалай тексереміз? Тағы да шанаққа қоямыз, фараны қосамыз, және предохранительдің екі жағын тексереміз. Өстіп барлығын тексеріп шығамыз. Біздің жағдайда проблема лампочка болып тұр. Яғни бізге тексеру бұны қажет емес. А егер сіздер новый лампочка салып, бірақ сонда да жанбаған жағдайда, сіздер осы бүкіл предохранитель тексеріп шықсаңыздар болады. Немесе мынау арқылы бағанағыдай Хеат ламп 1641 сол предохранитель бізде соған жауап береді. Ол арқылы да тауып алсаңыз болады. Бізде не жақта жазулар жазылады. 13, 15 осы жақта жазу арқылы мына жақта міне 1641 деп тұр, көрдіңіздер ма? 16-шы және 41-шы предохранитель соған жауап береді. Біз енді лампочка ауыстырамыз. Сонымен бізде бәрі дайын. Проблема жоямыз. Бізде бәрі келіп тұр. Лампочка ғана күйіп кеткен болып шықты.